Жақсылыққа жамандық ертегісі. Кез келгенді сүзе беретін сүзеген бұқа байқаусызда құдыққа түсіп кетіпті. Құдықтың ішінен бар пәрменімен сүзгілеп топырағын түсірсе де, басқа түскен пәледен құтыла алмапты. Бар пәрмені біткен соң, істің жаманға айналғанын, өзінің бекерден бекерге өлетінін бұқа біліпті. Біреу болмаса біреу мені құдықтан шығарып алар деп, бұқа бар пәрменімен өкіреді. Мұның бақытына қарай жақын арада қойшы бір қора қой жайып жүр екен. Оның даусын естіп, қойлары мен қойшы жүгіріп келеді. «Шырақтарым, қарақтарым, шығарып алсаңдаршы» деп бұларға әдеппенен, ибалықпен күлімсіреп бұқа сөйлей бастайды. «Мені жазасыз, күнәсіз өлтірмеңдерші. Ғұмырымда жанға жамандық ойлап қас қылмаушы едім. Менің момындығым, мінезімнің жақсылығы зеңгі бабаға мағлұм. Достарым, қарақтарым, мені шығарып алсаңдаршы. Қойшы, саған бір саба сүт, қойлар, сіздерге бір шоқ жақсы шөп берем. Қойлар, бұқаны құдықтан шығарып алып берем деген сыйлықтарын алайық» деп қойшы айтады. «Жазықсыз бейшараны шығарсақ, шығарып алайық» деп қойлар жауап қайтарады. Олар мүйізді мырзаны шығарып алады. «Демімді алып, халқымды жиып алған соң, сіздерге тәңір жарылқасын айтамын, сый көрсетем» дейді бұқа ентігіп. Бірақ ажалдан құтылып, есін жиып алған соң, айдайын деп келген қойшыға «Сені өлтіремін» деп өкіріп тап беріпті.